Бүгін Семей қаласының Титов көшесі аулаларының бірінде ойын алаңы ашылды. Ойын алаңының ашылуына аниматорлар арнайы шақырылып, балалардың көңіл-күйін көтеруде. Ойын алаңын Зайсан строй сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тендер кезінде ұтып алған. Мердігердің айтуынша, бұл құрылысқа 16 миллион теңге қаржы бөлінген. Құрылыс басталғанына бір ай болды, бір ай көлемінде толық жұмысты бітірдік. Общий біздің суммамыз 16 миллион болған, 16 миллионға істеп шықтық. Кішкентай бүлдіршіндер бүгінге дейін ескі алаңда ойнап келген. Бұл мәселе бойынша көше тұрғындар наразылықтарын білдіріп, тіпті қала әкімшілігіне шағымдарын жеткізген. Және соның нәтижесінде жаңа ойын алаңы ашылып, тұрғындар Семей қаласы әкімшілігі мен мердігерге өз алғыстарын білдірді. Сегодня вот открытие детской площадки. Мы, конечно, очень рады. Побольше нам по площадке бы. Спасибо, кто это сделал нам. Огромное, конечно. Мы очень рады. Долго ждали этого дня. Вообще площадка не имеет никаких особых сооружений. Здесь все слишком просто и скромно. Но мы надеемся, что она создаст для наших детей прекрасные воспоминания. Ведь здесь можно провести время с пользой. Но, к сожалению, было несколько несостыковок и несогласований между горожанами и акиматом города. Но мы надеемся, эти проблемы решены, потому что сегодня проходит торжественное открытие данной площадки. Алаңда әткеншектер мен сырғанақтар, турниктер қойылған. Семей қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің бас маманының айтуынша, бұл бір ай ішінде ашылған үшінші ойын алаңы. Бүгінгі күні қаламыздың басқа да үй аулаларында 60-қа жуық ойын алаңдары салынуда. Көкпекті ауданындағы Көкжайық ауылында республика күніне орай 21 қазан күні су құбыры іске қосылып, көп салалы спорт залы ашылды. Нысандардың ашылу салтанатына аудан әкімі Ділдәбек Оразбаев арнайы барды. Бүгінгі күні Көкжайық ауылындағы 296 шаңырақта 1079 адам тұрады. Осыған дейін Көкжайық ауылының тұрғындары таза ауыз суды жеке өздері қазырған үй құдықтарынан алып жүрген еді. 2019 жылы басылған су құбыр желілерінің құрылысы биылғы жылы аяқталып қолданысқа беріліп отыр. Алдағы 2023 жылы Көкпекті ауданындағы тағы 5 ауылды Шұғылбай, Биғаш, Шәріптоғай, Қарамойыл, Аққой және Мамай ауылдарын Ақбұлақ бағдарламасы аясында таза ауыз сумен қамтамасыз ету жоспарлануда. Республика күні қарсаңында Бесқарағай ауданындағы Бостал ауылында мектеп жанынан айналайын атты шағын орталық ашылды. Орталықтың ашылуына аудан әкімі Талғат Мұратов, аудандық білім бөлім басшысы Самат Омарғазин, аудандық мәслихат хатшысы Мейрамгүл Абылғазинова, мектеп директорының міндетін атқарушы және ауыл тұрғындары қатысты. Бостал ауылының тұрғындары бұл шағын орталықтың ашылуын көп күтті. Республика күнінің қарсаңында және балалар жылы аясында аудан әкімі Талғат Мұратовтың қолдауымен ата-аналардың тілегі орындалып, жаңа шағын орталық есік ашып отыр. Салтанатты шарада сөз алған аудан әкімі Талғат Мұратов ауыл тұрғындарын құттықтады. Айналайын шағын орталығының лентасын қию құрметі ауылдың ақсақалы, имамы Таскен Сүлейменов пен Бостал орта мектебінің директоры болған ауылдың сыйлық азаматы зейнеткер Нұрлан Өмірбекұлына ұсынылды. Ақ жаулықты ана Зәуреш Құрғанбаева шашу шашып, Таскескен ата ақ батасын берді.